отбасы туралы айтамыз, отбасымызға біздер кімдер жатады отбасы мүшелеріне? Мама, әкешім, ата, бубимін, қандасым. Дұрыс айтасыңдар, Бұл кім? Ата. Ата, қояйық, атаның жанына қояйық мә. Ата жатады отбасы мүшелері. Мынау кім? Анашымыз, анасы, айым қояйық анамызға. Мынау кім? Папа. Әке жатамыз. Қояйық. Әкеміз. Әке дұрыс. Мынау кім? Қандасым. Апа деп. Апа, Юлдос қояйық. Апа бар. Мынау кім бар? Сендер кімдер бар? Дұрыс, қарындасымыз болады. Қарындасымыз болады. Мынау кім сенің? Ағам. Ағам. Аға міне. Ағам. Ал қояғы. Елдос, аға қояғы. Елхан қояғы. Мынау кім біздің? Ініміз. Елдос қояғы. Мынау кім? Әже. Дұрыс айтасың. Әже. Әке. Апа. Ана. Інім. Ата. Аға. Қандасым. Осылардың барлығы біздің отбасымыз, Жемістер туралы айтамыз, Қандай жемістерді білеміз айтып? Мынау қандай жеміс? Банан, қояғы бананды. Мынау қандай жеміс? Алмұрт. Ала ойыншық. Мынау? Жүзім. Қояғы жүзімді. Мынау? Апельсин. Енді біздер адамның дене мүшелері туралы айтамыз, Адамның дене мүшелері. Айтайықшы, мынау қандай мүшесі адамның? Бас. Қояғы бас адамның дене мүшесі. Мынау? Көз. Мынау? Мұрын. Дұрыс айтасыңдар, Мынау? Ауыз. Мынау? Қол. Дұрыс айтасыңдар, Мынау? Құлақ. Мынау? Аяқ. Бұлардың барлығы адамның дене мүшелері.